Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге түйілу жолы ерекше манты рецебін ұсынамын. Керекті ингредиенттерді видеода және төменде жазып өтемін. Ұнымызға су, тұз, жұмыртқа салып жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды жарты сағат демалуға қалдырамыз. Салмасы үшін фаршқа пияз, сәбіз, картоп, тұз, бұрыш салып араластырып аламыз. Қамырды екі бөлікке бөліп, дөңгелетіп жайып аламыз. Енді қамырды осындай бөліктерге бөлеміз. Салмасын салып, видеодағыдай түйіп аламыз. Үстінен сұйық май жағып шығамыз. Қайнап тұрған суға қойып 40 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің роза тәрізді әдемі мантыларымыз дайын. Сіздерге ас болсын.